Армардақ тағайын тікелей эфирде бейсенбілік бағдарлама «Сіз не дейсіз» ток-шоу. Бүгін біз талқылайтын тақырып: қос дипломды жұмыссыздар неге көп? Олар неге жұмыссыз болуы мүмкін? 1. Мамандығына риза емес. 2. Дипломы нарықта бәсекеге қабілетсіз. 3. Танысым жоқ деп ойлайды. Ал 4-шіден шынымен жұмыс жоқ. Қымбатты көрермен, бағдарлама тікелей эфирде өтуде. Студияның байланыс телефоны 28-58-69, қаланың коды 8-711-2, ал WhatsApp желісінің нөмірі 8-700-028-58-69. Тақырыпқа қатысты айтар ой, қосар пікір, қояр сұрақтарыңыз болса жазып жіберіңіздер. Бізбен барлық байланыс құралдары алдарыңыздағы экранда көрсетілген. Олай болса, алдымен бүгінгі студия қонақтарымен таныстырып өтсем. Есімі өңірімізге танымал азамат Бірманов Нұрлыбек Шайдоллаұлы, қала тұрғыны, еңбек ардагері, Бөкей Ордасы ауданының құрметті азаматы. Ақболатов Айдарбек Ахметұлы, Махамбет Өтемісұлы атындағы Батыс Қазақстан университетінің қауымдастырылған профессоры, филология факультетінің деканы. Сапарғалиев Мирас Махмұтұлы, облыстық білім басқармасының техникалық және кәсіптік білім беру бөлімі басшысы, және Хайруллин Асланбек Сұлтанбекұлы, облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының жұмыспен қамту бөлімінің бас маманы. Құрметті спикерлер, студияға қош келдіңіздер. Енді тақырыппен таныссыздар. Олай болса, барлығымызға ортақ алғашқы сауалды жолдағым келіп тұр. Енді жоғары білім алған жастардың көбі жұмыс таппай сенделіп жүр, жасыратыны жоқ, кейбірінде қос дипломнан бар. Бұған кім кінәлі? Жалақысы төмен, жұмысқа бармаған дипломды маман ба, әлде жағдайын туғызбай отырған үкімет пе? Нұрлыбек аға, өзіңіз бастасаңыз. Рахмет. Осында бүгін шақырып, сөз беріп, пікірімізді тыңдағыңыз келгеніңіз. Енді мен өз басым соңғы 22 жылда, соңғы 4 жылда пенсиядамын, уже өндіріс басқармаймын. Одан алдын бұрын 2 жерде директор болып, мекеме басқардым. Сондай 10 жылдай аудан басқардыңыз? 10 жыл аудан басқардым. Содан кейін 12 жыл жаңағы мекемені басқардым, содан кейін тағы автобусный паркті 10 жылдың үстінде оны да басқардым. Яғни талай бет-бе-бет келдіңіз ғой бұл мәселемен? Бұл мәселе шын айтқанда өте туынды мәселе. Қазіргі жағдайда болсын жұмыссыздық шын айтқанда бар, көріп отырмыз. Өсігінде кейбір жастар кез келген жұмысты істегісі келмейді. Не себеп? Біріншіден, өздері әуелден мамандық таңдағанда дұрыс таңдамайды. Мамандық таңдап дұрыс таңдамаған салдарынан жаңағы той экономист, той юрист тағы сондай бір мамандықтар табылады, ол қабілетті жетпейді, істей алмайды. Кейбір мамандықтар педагог болып жетеді, онда дұрыс істей алмайды. Кейбіреулер тіпті істегісі келмейді. Оны өзім жаңа мекеме басқарып жатқан талай кездестірдім. Маған жұмысқа біреулер шопыр болып келді. Қолында 2 диплом бар, институт бітірген. Біреуі схидан механический факультет бітірген, біреуі жаңағы физкультурны бітірген неден, пединститутын. Неге өз мамандығың бойынша істемейді сұрасам, істегім келмейді. Онда неге? Қызығушылығы жоқ па, жоқ әлде жалақы аз дей ма? Жаңағы негізгі жалақы аз дейді. Негізгі мәселе. Ол кезде кішкене жалақы аз да болды, енді шын айтқанда айту керек. Жалақы аз дейді. Енді мен айтамын, неге водитель болып келесің, сен водитель болып неге сұранып отырсың десең, енді істеп көрейін, осында көремін. Мен айтамын, сонда сен әкеңнің, сен өзің ақшаңмен оқыған жоқсың ғой сол, 2 институттың бірі екеуінде. Әкеңнің, әке-шешеңнің қаражатымен соны оқыдың, есіл болып саған айына қанша ақша төлеп неткізіп оқыды. Сен соны неге ойламайсың? Ақылы негізде болған болса, ауырлықтың жүгі әрине әке-шешеге түсті ғой енді ауылдағы. Әке-шешесі оны оқытты, соны. Енді мен айтамын, оны шопыр болып істейтін болса оған, саған оны институт бітіріп мегрет, 2 рет, бір емес 2 рет. Сен простой школьный курс бітіруің керек, шопырлық курсын. Елең болса бір профтехучилище бітіруің керек, бір мамандық алуың керек, автослесарь, автомеханик, сондай деген мамандығын. Мен айтамын, сен автослесарь, автомеханик, или токар, или фрезерді болып жұмыс істесең, сен анау басқа ағашта инженерден, или юристтен ақшаны артық табасың. Кем таппасаң дейсіз? Артық табасың. Өсігінде сосын мына қазақтың бір өзім, енді өз халқымды өзім кемсіттірмін ғой. Өзімді осы халықтың мүшесі болғасын, біздің қазақта кішкене соңғы кезде бір бәсекелестік бар. Біз айттым, баласын институтқа түсіру керек. Сіз бұл тұрғыда ата-ананың психологиясына қарай бұрып барасыз ғой? Иә, институтқа түсіру керек.
Ол институт алып жүретін, содағы жоғары білімді освоить ететін қабілеті бар ма, жоқ па? Әрине. Ол ана жаңағы төменгі сатыда ремесленный училищені бітіріп, или сол маманда, или жақсы сапожник болса, жақсы токарь болса, жақсы слесарь болса. Кәсіптік техникалық мамандықты меңгерсе десіз. Меңгерсіміз. Қазір барасың, мына кейбірде радио оңдатуға барамыз, сағат оңдатуға барамыз. Тоңазытқыш оңдатуға барамыз, Шын айтқанда, теледидар. осы халқының балдары отыр. Біздің қазақ балдары жоқ анда. Енді білмейсіз, сіздер көрдіңдер, көрмедіңдер. Ал сондай жұмысқа бармайды. Олардың жағдайы жақсы біздерге қара. Шын айтқанда. Енді бұл тұрғыда осы жаңағы мақтаншақтық дейтін бір қазақта сөз бар. Сол қазақтың өзін бір мақтанып, өзінше сол жоғары білім беремін деп тырысып, сол жаңағы балдардың любой қабілеті бар ма жоқ па, сол любой цене құлағынан сөйлеп болса, соны түсіруге. Осы дұрыс емес. Осыны жою керек. Баланы әке-шешенің міндеті баланы қабілетіне қарай тәрбиелеу, қабілетіне қарай оқуға итеру. Қабілетіне қарай. Ол міндетті түрде солай болмаса, ол мына жасақанда. Енді ол жаңағы, енді кейбіреулер жаңағы оқу бітіргенменен жаңағы жұмыс істеуге қабілет тартпайды. Өзінің мына келіп орналасқан жұмыс сұраймын. Алған мамандық бойынша енді менде көп дүниені көрген кісімін ғой. Алған мамандық бойынша не біледі деп сұрасам, ол алған мамандық бойынша ештеңе білмейді. Өкініштісі кейбір жаңағы түлектер, жаңағы тіпті мамандық иелері өздерінің бітірген оқу орнының атын қатесіз жаза да алмайды. Ойлаймын енді осы тұрғыда бүгінгі біздің студия спикері Айдарбек Ахметұлының да алып қосар барсың айлы. Рахмет, біріншіден осы бағдарламаға шақырғаныңызға. Енді бұл мәселемен біздер тікелей күнделікті кездесіп жүрміз. Енді біздің оқу орны шын мағынасында өңірге педагогтарды даярлаумен айналысатын бірден бір киелі қара шаңырақ. Енді қос диплом алып қалтасында жұмыссыз жүрген жастарды да кінәлай алмайсың. Жұмыс орындары жоқ шығар шын мәнісінде. Енді бәсекеге қабілетті деп те жатамыз. Ол жерде әртүрлі факторлар бар деп мен өзім есептеймін. Мысалға, енді мен басқа мамандықтарды айтпай-ақ қояйын. Қазіргі таңда педагогтардың жұмысқа орналасу мәселесі. Мысалға, кеше өзіңіз көрдіңіздер, пандемия уақытында екі ғана сала маңызды рөл атқарды. Педагогтар мен дәрігерлер. Олардың ешкім тоқтатқан да жоқ. Міне, сол кезде көрдік барлығын. Енді қазіргі таңда мысалға мына педагогтардың әлеуметтік статусын мемлекеттік деңгейде көтеріп, жалақыларын көтергеннен кейін, қазір мен өзім байқап жүрмін, кері процесс жүріп жатыр. Кезінде мұғалім болмаймын деп жүргендердің көбі екінші білім, жоғары білім алуға қазір талпыныс күшейді. Кәдімгі оны біздер өзіміз көріп жүрміз. Себебі бұрын завод техника бітірген, ауыл шаруашылығын бітірген, техникалық мамандықтарды бітірген, бірақ жұмыс жоқ жүрген жастар қазір айналып келіп педагог мамандықтарды игеруге талпынып жатыр. Неге деген сұрақ туады? Бұл жерде шын мәнісінде ең бірінші рөл ойнайтын жалақы мәселесі. Қазіргі таңда мұғалімдердің жалақысы көтерілгенмен тағы да оған сұраныстар көбейіп жатыр. Оның біліктілік талаптары дейді, жастардың жұмысқа орналасуы. Мен өзім бір мәселені айтқым келеді. Мысалға, биылдан осы жастардың біліктілік талаптарын биылдан бастап мектепке орналасқан кезде педагог университет бітіргеннен кейін педагог деген статусты олар университет бітіргеннен кейін біліктілік талабын тапсырып барып жұмысқа орналасу керек. Егер педагог біліктілігін алмаса, ол жұмысқа орналаса алмайды. Ол бірінші кедергі. Екінші кедергі, қазіргі таңда жұмыс жоқ. Мына биылғы бітірген түлектермен бұрын мысалға жас мамандарды жұмысқа орналастыруға айрықша аздап болса да басымдық беріп қарайтын еді ғой, орналастыру керек деген сияқты. Әсіресе мемлекеттік білім грантымен бітірген жастарды солай қарайтын еді. Қазір олай жоқ. Мысалға конкурсқа қанша адам түссе де өз еркі біліктілік шкаласы деген бар екен. Соны толтырған кезде жас мамандар мына өтілі бар, жұмыс өтілі бар мамандардың қасында жолай алмай қалады. Сонда жастардың жұмыссыз жүруінің де бір кедергілері бар. Мысалға, биылғы түлектердің өздері қаншама түлегіміз бітірген хабарласады. Ағай, мысалға, мамандар, мысалға, айтады, біздер мектепке барсақ, 27 адам тапсырыпты. Осы біздің қалалық бір мектебінде 27 адам бір конкурсқа қатысқан. Бір мамандық бойынша бір 27 адам деген енді ойлап қараңыз. Соның ішінде стажы бар адам өтіпті. Ана жаңағы біздің жас мамандар мен жалпы ол жерде сөйлесудің де маңызы болмай қалған. Сондықтан мен ойым конкурсқа қатысқан кезде біліктілік талаптарын ол стажы бар мұғалімдер өз алдына, әсіресе мемлекеттік білім грантымен бітірген жастарға белгілі бір деңгейде
мүмкіндік тудыру керек. Жастарға жұмыс орны жоқ дейміз. Бірақ енді педагогтардың ішінде де сұранысқа ие болып тұрған мамандықтар бар. Мысалға, бастауыш мектептің мұғалімдеріне қазір сұраныс өте жоғары. Орыс тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдеріне де өте жоғары. Тіпті ауылдық жерлерде сұрап жатқандар қаншама жоқ, маман жоқ. Қайта даярлықтан өтіп білім алып жатқандар өте көп. Сосын ағылшын тілінің мұғалімдері. Міне осындай мамандықтар, математика, физика енді ол әуел бастан сұранысқа ие болып келе жатқан пәндер ғой. Оларды бітірген біліктілігі жоғары мамандар бар, бірақ ол тапшы. Мысалға, кез келген жоғары оқуын бітірген адам жаңағы физиканы бітіру деген бір бөлек. Дипломға сәйкес квалификациялық тұрғыдан сол саланың маманы болып қалыптасу ол екінші мәселе. Сол жағына келгенде біздің жастарымыз тек әйтеуір ілініп салынып бітіріп кеткендер енді сол сапасыздардың қатарын толтырып тұрған солар болар деп ойлаймын енді өзімде. Мысалға, шын педагог болатын адам ол сол әуелде түскен мамандығын қабілетіне қарай егер бір жерге кірсе, бір жерден өзінің деңгейін көрсетеді. Сондықтан жалпыға топырақ шашқаннан көрі біліктілігі сапалы төмен мамандар бар мойындауымыз керек. Олар әйтеуір түсті, келді, бітірді, суға сіңген, құмға сіңген су сияқты жоқ болып кетеді олар. Сосын жұмыссыздардың сапасыздық кадрлардың санын өсіреді. Екіншіден, сосын жұмыссыздықтың да мәселесі, жаңа ағамыз дұрыс айтады, орта техникалық салаға баратын қазір жастар азайып кетті, шынымен де жоқ. Барғысы келмейді. Ата-ананың психологиясын өзгерту деген биылдан бастап мектепте кәсіптік бағдар беретін штат ашылған, арнайы педагогтардың штат ашылып жатыр. Кәдімгі тікелей олар сол 9-шы, 10-шы, 11-шы сыныптың оқушыларымен тікелей кәсіптік бағдар жұмысын жүргізеді. Яғни бітіріп кеткенге дейін мектептен бастап кәсіптік бағдар жұмысын жүргізіп, бұрын мысалы біз университеттен барып хабарлама жүргізіп кәсіптік бағдарымызды өзіміз түсіндіретін едік қой. Енді мектептің өзінде педагог штаттар ашылып жатыр. Осы мен өзім күні кеше көрдім, естідім. Олар кәдімгі жоғары сыныптың оқушыларымен жүйелі түрде жұмыс жасап, баланың қабілетіне қарай, мысалға, ол техникалық кәсіптік орта білімге лайықты ма, әлде жоғары білім, оның ішінде мына сала жаратылыстану ма, ол гуманитария ма, сол бағытқа даярлайтын арнайы штат ашылған екен. Мен соған қуанып тұрмын. Өзінің септігін тигізбек. Ол мектептің ішінде кәдімгі белгілі бір штат. Оған ана тек жұмыссыз жүрген баяғы мен қорқатыным оған бір жерде ойлаймын. Баяғы мектептің ішінде тек ана жүрген бір маманды әкеліп қонжита салса, ол оның нәтижесі тағы да болмайтын шығар. Шын жанашыр педагогты қою керек. Кері кету процесі деген қайта басталады. Енді жаңа сіз өзіңіз айтып қалдыңыз ғой, сапа деп, әрине бұл жерде сапа. Ал сапалы кадрларды дайындауда не проблема болып тұр сонда қазіргі таңда? Енді өзінің құлшынысының жоқтығы ма студенттердің? Бұл жерде айтып тұрмын ғой, бізде қазіргі таңда ақылы білім деген бар ғой. Ақылы білім, сосын жаңа мемлекеттік білім грантына деген бар. Өзіңіз білесіздер. Енді біздер енді қазіргі таңда жоғары оқу орындарда бізде еркіндік бар, академиялық еркіндік. Бұл жерде біз тек қана мемлекеттік білім гранты, енді біздің енді Махамбет Өтемісов атындағы университет мемлекеттік білім грантымен де дайындаймыз, ақылы оқуға келгендерді қабылдаймыз. Бірақ енді бұл жерде ақылы оқуға келгендердің барлығы бір сапасыз деп айта алмаймын. Бар ғой, бірақ дегенмен бұл жерде мәселе екі жақты. Яғни сапа деген ол студенттің қарым қабілетіне де жаңада оқуға келген жағдайдағы нәрсе. Мысалға бізде енді өзім сол күнделікті сол студенттермен араласып жүргеннен кейін кездесем, олардың жан-жақты қарайсын, студенттердің қазір жауапкершілігі бұрынғыға қарағанда білмеймін, өзім енді бұрынғы дегенде өзімде енді сонау ерте кездің адамы емеспін. Дегенмен біздің заманымызға қарағанда қазіргі балдар төмен бе жоғары ма? Сабақ оқуға мектептен келгенде бір білмеймін, бір сауатсыздық деңгейі, жаңағы мен енді филолог болғаннан кейін өзім филологиялық бағытты айтамын. Төмен. Себебі қазіргі таңда мектептегі студент оқушыларды даярлау деңгейі төмен деп айта алмаймын, бірақ әйтеуір бір маман болып шықсам деп келетіндер бар. Оларды енді ақыл оқуға келіп тұр, бал жинап тұр. Оларға біз алмаймыз деп айтпаймыз. Аласың, қабылдайсың, оқығаны оқиды, қабілетіне байланысты. Өзің де сол университеттің түлегісің, өздерің де қатарларыңда болды ғой сол кездегі. Міне, сондай мамандар бар. Десек те, бал білімнің нағыз көрсеткішін шеше алмайды. Көрсеткіш емес. Екіншіден мына юстади дегенді шығарды ғой қазір, тест біліктілік. Мысалға, балдар сол жерде тапсырып жатыр. Әйтеуір біліктілік, мұғалімдер де қиналып тапсырып жатыр. Бірақ мен айтар едім, ол жердегі көрсеткіш тесттің сапасы да
бір көңіл көншітпейтін сұрақтар бар. Мысалға, мен енді биыл филология факультетін ғана айтайын. Бізде қазақ бөлімін бітірген, қазақ филологиясын бітірген балдар біліктілік талаптарын 80% өтті. Кәдімгі өтіп сертификаттан алып кетті. Ағылшын тілін бітірген өзіміздің мамандарымыз, ағылшын екі шет тілдегі мамандықты бітірген студенттердің 50% өтті. Жаңағы 50% біліктілігін. Сосын қалған 50% осы тамыз айына дейін тапсырып, ол көрсеткіш қазіргі таңда 70%-ға жетіп отыр. Қалған енді 30% жаңағы бұл салада істемеймін деп өздері кеткендер, сосын аудармашы болады, кейбіреулер тұрмысқа шығып, олар босатылады. Сол көрсеткіш. Енді орыс филологиясы деген бар бізде. Солар да біліктілік талаптарына өтті. Жақсы. Сондай енді нәрселер бар. Енді мен сөзді Асланбек Сұлтанбекұлы өзіңізге бергім келіп тұр. Міне, жаңа айтылып жатыр ғой. Негізгі мәселелер. Барады жастар, жұмыс өтілі жоқ. Бұларға қандай бағдарламалар қарастырылған, ешқандай жұмыс өтілі болмаған жас, қалай жаңағы жұмысқа орналасып кетуге мүмкіндігі бар сіздердің тарапыңыздан. Сондай-ақ мен сізден алдын ала айтып сұратқан болатынмын. Қазіргі таңдағы біз тыңдап отырған телекөрермендердің назарына өңірдегі қандай мамандықтар өте тапшы, соны алдымен бастап айтып кетіп, сосын жастарға қандай бағдарламалар бар ықпалдасатын. Телекөрермендер, енді қазіргі кезде өңірімізде тапшы мамандықтар бойынша айтып кететін болсам, қазіргі кезде жаңағы техник, электрик, IT саласы. IT саласы, жаңа аспазшы, қарапайым тігінші, кәсіптік мамандықтар бойынша қарапайым жұмысшы мамандықтарына жаңағыдай сұраныс деген өте көп. Жаңағыдай жұмыс берушілерден сондай бос жұмыс орындары туралы мәліметтер түседі. Енді ол енді IT саласы, техник, электрик, бағдарламашы деп бағана айтып отырық қой. Одан басқа енді жаңа құрметті спикерлер айтып кетті, жаңағы ұстаздарға, сосын дәрігерлер бар, мейірбикелерге де сұраныс көп бізде қазір, әсіресе ауылдық жерлерде. Сосын ветеринарлық фельдшерлер, соларға да керек, вет дәрігерлер деген, міне соларға сұраныс көп. Енді жаңадан еңбек жолын бастағысы келген жастарға мемлекеттік бағдарламалар өте көп. Айтып кететін болсақ, енді жастар практикасы. Одан кейін алғашқы жұмыс орындары биылдан ашылған. Және де ұрпақтар келісімшарты деген. Бұл жаңағы жастардың дипломмен ауылға бар. Дипломмен ауылға деген және де бір бағдарлама бар. Оның барлығы өздерінің тәжірибесін жинақтап, пісіліп, жетіліп, үлкен серпіліс болып жаңағыдай. Десек те, бұл бағдарламалар 100% жастардың жұмыспен қамтылуына мүмкіндік тудыра алмай отыр ғой, рас қой? 100% деп енді айта алмаймыз. Өздерінің жаңа тиімділігін көрсете алып отыр ма? Тиімділігін көрсеткенде бұл жерде бір енді екі ұшы бар таяқтың. Ол көбісі жаңағыдай жастар практикасына, жаңағыдай бағдарламаларға жолданғанмен, олар өздері жаңа тастап кететіндері бар. Біреулер жаңағы көпшілігі барлығы бірдей тастап кетпейді. Бірен саран жаңағы жалқаулық бар, жаңа ағамыз айтып өтті ғой, жалқаулық бар жастарда. Ол адамның тәрбиесіне байланысты. Жаңағыдай жұмыс тауып алады да тастап кетеді көбісі. Ал енді қалғандары көпшілігі, жаңағы 90%-дай деймін, олар көпшілігі жаңағыдай сол бағдарламаны өтіп барып, жаңа өзіне тәжірибе жинақтап, сосын өздерінің жаңағы осы еңбек нарығында жұмысқа орналасуға өз жаңағыдай орындарын тауып жатыр енді барлығы да. Жаңағыдай тәжірибе жинақтайды, жалақысын көреді, бағдарлайды, қадағалайды деген сияқты көреді. Сосын жаңағыдай екінші мамандануға кетіп қалатындары да жоқ емес. Осы орайда Мирас Махмұтұлына сөз бергім келіп отыр. Бетпе-бет келген боларсыз бұл мәселемен сізде. Тарқатып айтсаңыз. Жарық, рахмет. Енді бағдарламаның басында өзіңіз шорт кесті айтылым, қос дипломмен жүру жұмыссыздық. Оған қоғам кінәлі ме, әлі үкімет кінәлі деп. Енді ол жақта бірден шешу болмайды, кінәлі деп. Ол жақта мәселелер бар. Енді білім саласындағы соның ішінде кәсіптік техникалық білім беру, соның ішінде жұмысшы мамандықтар, орта буын мамандықтар бойынша осы білім басқармасы айналысады. Енді жаңа ағамыз айтып кетті ғой, осы кәсіптік бағдар сол жөнінде. Енді облысымызда өздеріңізге мәлім 34 кәсіптік техникалық ұйым бар. Соның ішінде мемлекеттік 25, 9 мемлекеттік емес, соның барлығы да 20-сы Орал қаласында орналасқан. 17 мыңнан астам студенті бар. Жылма-жыл мемлекеттік тапсырыс бойынша осы мамандықтарға тапсырыс беріледі. 11 мыңнан астам мемлекеттік тапсырыс бойынша оқиды. Биылғы да жыл сайын сол жұмысшы мамандығымен орта мамандығына оқуға қабылдап жатырмыз. Осы эфирге айтып кеткім келген, 25 тамызға дейін біз қабылдаймыз.
мамандықтар бойынша қазір айтамын қандай екен. Енді облысымызда 71 мамандық, 135 біліктілік бойынша кадрлар дайындаймыз. Сол студенттерді оқып жатыр. Енді жаңа айтып кеттік қой, жұмысқа... Және бір сауал қоя кетейін, сөзіңізді бөлейін, айып етпеңіз. Ауыл шаруашылығы, ата кәсіпті дамытуға, егін шаруашылығына қарай бағытталғысы келетін жастарға кәсіптік мамандықтар бар ма сізде? Міндетті түрде ол мамандық бойынша облысымызда 13 кәсіби техникалық білім беру ұйымдары. Осы бағытты, яғни насихаттау жұмыстары жүргізіледі, десек те егін шаруашылығына, жаңағыдай ата кәсіпке қарай ағылып отырған жастардың қарасын байқамаймыз. Бұл жерде де мәселе бар. Жаңа ағамыз айтып кеткенде, кәсіптік бағдардың жетіспеулігі, бірақ сонда да бұл жұмыстар жүргізіп жатыр ма? Қазіргі облыстық кәсіптік палатасымен бірлесіп білім басқармасы жол картасы бар. Әрбір мектепте, 87 мектепте облыс бойынша кәсіптік бағдар кабинеттерін аштық. Олар кәсіптік палатасымен бірлесіп, сол өндірістік орындарға 9 бітіріп атқан, 11 бітіріп атқан оқушыларды сол өндіріске апарып таныстырады кәсіптік бағдар ретінде. Сонымен қатар жаңа айтып кетті ғой, биылдан бастап мектептерде осы кәсіптік бағдарға міндетті түрде тағайындап жатыр. Оқытушылар сол бойынша арнайы маман ретінде кәсіби деңгейде айналысады. Осының бәрі жеткіліксіз те болар, бірақ сонда да жұмыстар жүргізіліп жатыр. Енді жаңа айтып кеткендей мамандықтар бойынша. Енді жаңа да Асланбек мырза айтып кетті, тапшы мамандықтар. Енді біздер мемлекеттік мекеме болғандықтан осы мемлекеттік тапсырысты қалыптастырғанда бірлесу жүйе ретінде жүргізіледі. Себебі деген осы мамандықтарды анықтайтын жұмыспен қамту басқармасы, облыстық кәсіпкерлер палатасы, солардан біз мәлімет алып, сол бойынша техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарына орналастырамыз. Сіз айта аласыз ба? Жоғары білім дипломын алған жас пен кәсіптік мамандықты меңгерген жас бірдей, жаңағы негізгі мәселе, жастарды алаңдататын Нұрлыбек ағамыз айтып өтті, жалақы бірден бір мәселе, бірдей табыс таба алады өзінің қабілетіне байланысты. Енді қазіргі кезде сұраныс көп, соның ішінде жұмысшы мамандықтарға, орта мамандықтар, соның ішінде жаңа ағамыз да айтып кетті ғой, педагогикалық мамандықтарға. Мысалы, бізде де педагогик мамандық бойынша 3 колледжіміз, медицина бойынша 2 колледжіміз дайындайды. Олардың жұмысқа орналастыру 100%. 100%. Бұл статистика емес қой құр. Құр статистика емес, себебі сұранысқа міндетті түрде орналастырылады. Жақсы. Енді осы орайда грант мәселесіне де тоқтала кеткім келіп тұр. Мемлекет оқу грантын көп бөледі, өзіне қажетті оқу гранттарын. Не себеп жаңағыдай содан кейін жастардың оқу орындарын бітіргеннен кейін осы жұмысқа орналаса алмай қалуына? Жаңағыдай сұраныстың ұсынысқа сай келмеуі ме, қалай бұл әлде? Грант бөліп тұр ғой мәселен мемлекет сол жастарға. Алайда осы грантпен бітірген жастар осындай кедергі тап болады. Енді бұл жерде жұмыс орындары дегенде мен енді педагогикалық мамандықтарды айтсам, мысалға конкурс жарияланады. Бірақ олар қазіргі таңда енді мысалға жаңа айтып отырмын ғой, біліктілік талаптары дегенде бітіруші жас мамандарға да бірдей. Біздер енді бірақ бізде мынандай мәселе бар. Біздер жыл сайын жаңағы мамыр май айында бізде сол бітіруші түлектермен арнайы жұмысқа орналастыру жаңағы өтеді. Сол кезде жұмыс орындарын жариялайды. Жұмыс орындарын жариялаған кезде біздер соларға барлығына жаңағы распределение, яғни бөліп студенттерді, бітіріп жатқан студенттерді, әсіресе мемлекеттік грантпен берген студенттерді жібереміз. Мысалға, жаңа сосын серпін деген бағдарламалар бар. Бізде мысалға оңтүстік өңірлерден келіп оқитын, біздің батыс аймақтарда әдейі бұрын осы кезге серпін деген бағдарлама болды. Сол бітірген студенттер негізінен біздің өлкеде қалу керек. Шарт сондай. Шарт сондай. Себебі ол оңтүстіктегі аймақтардан келіп, батыс өңірлері, солтүстік өңірлерінде біз енді шекаралас аймақпыз ғой, орыс тілді облыс деген сияқты. Сол келіп, осы жерде қалу керек олар, серпіндіктер. Бірақ олардың өзінде кейде, мысалы, олар бітіріп алады да, еліне қашады. Ол жерде ондай жағдайда оларға не оларға біздер жұмыс тауып береміз. Беріледі, жаңағыдай бірінші кезекте солар қойып. Бірақ олар осы жерлерде мысалы қалғысы келмейді. Себебі өздерінің өлкелеріне келеді. Ондай жағдайлар жиі. Ондай жағдайда университет білім берген ештеңе бітіре алмайды. Бізде финансовый контроль деген бар. Әлеуметтік жағдай жасалмайды. Әлеуметтік жағдай қарастырылмаған. Мысалы кейбір жерде біздер осы распределение жасап жібереміз, бөліп. Сол жерге барса,
сағат жоқ деп қарап айтып жатыр ғой, әлеуметтік жағдай сағат жоқ деп қарап отыратындар бар. Қазір енді мынандай баспана мәселесі. Мысалға мынандай мәселе жаңа айтып жатқан. Жұмыс орнын жариялаған кезде, мысалға біздерде май айында жаңағыдай жастарды бөлген кезде кейбір жасыратын жоқ, мына мектептің басшылары, директорлары бос жұмыс орындарын дер кезінде бермейді. Олар мына тамыз айына дейін ұстап отырады. Неге? Вот міне, олар ар жағында не жатыр? Олар баяғы жұмыс орындарын, бос жұмыс орнын, оның ар жағын тексерсе енді оны қанайды. Мен қарсы боламын, себебі айтуға, білім басқармасында істеймін ғой. Жоқ, мен заңға сәйкес олар бос жұмыс орындарын ұстап отырғанда барлығы жарияламайтын шындық. Мысалға осы күні кеше мен тамыз айында қарап отырған кезде, қазір мысалға тамыз айында жаппай мектептерде бос жұмыс орындарын жариялап ана іліп жатыр ғой еңбек KZ-ке. Соны көріп отырмыз. Сол жұмыс орындарының уақытында неге май айында солар жарияламайды? Мысалға олар көріп отыр ғой, болашақта маман керегі. Оны жариялаған жоқ қой. Енді келіп шығып жатыр барлығы. Жердің саңырауқұлақ сияқты. Ол жерде түсініспен қарауға болады. Еңбек кодексіне сәйкес бәрі демалысқа кетеді. Жоқ, майда ешкім оған жария алмайды. Мынандай бар, анализ деген бар. Мысалға сіз жаңа оқу жылын, биылғы оқу жылын аяқтадыңыз ба, сізге алдағы оқу жылында керек маманды сіз білуіңіз керек қой. Қанша орын босайды? Мысалы, біреу декретке кетуі мүмкін, біреу бір анализ деген болу керек қой. Мысалға, әрбір жыл оқу жылының аяғында біздер жұмысқа орналастыратын, мысалы, мемлекеттік оқу орны болғандықтан біздер міндетті түрде грантпен бітірген балдардың барлығын жұмысқа орналастыруға кәдімгі біз мүдделіміз. Сол кезде мысалға біздерге аудандардан немесе қалалық білім бөлімінен бос жұмыс орындары келеді, там-тұмдап келеді. Олар әйтеуір беру керек болғасын бере салады, кейбіреулер береді. Бірақ қарап отырмыз, тамыз айында мен осы қаншама балалар бітіріп жатыр. Мына жарияланды, осы тамыз айынан бастап жұмыс орындары беріле бастады. Ал сол орындар осы нақты студенттер бітіріп жатқан кезде, жалындап тұрған кезде, неге солар жұмыс орындары хотя бы ең құрығанда анализ түрінде берілу керек қой? Сізді енді осыған толықтырып кетейін енді. Қысқадан қысқа толықтырып кетсеңіз, аха. Бұл себебі жаңа айттым ғой, еңбек кодексінде ол істегенмен анализ жасалады. Оны айттыңыз, ол позицияны түсіндік. Барлығы еңбек демалысына кетеді. Орны босалмай, ол ешкімден өтпейді. Қазіргі кезде мысалы ең соңғы 27-сінен басталады. Мысалы 27-сінен кейбіреулері демалыс табады. Сол кезде орын босалмай, ол ешқандай еңбек демалысына кетіп қалады деп айттыңыз. Иә, еңбек демалысына шықпай. Алдын ала неге соның барлығы жобалауды айтып отыр. Жобалау бар ғой, содан кейін береді ол деген. Содан кейін береді. Ол алдын ала бере алмайды. Жақсы, енді қалай десек те, құрметті спикерлер, бұл жерде сыбайлас жемқорлықтың кесірі бар сияқты. Өйткені көп жастар жұмысқа танысың болмаса, орналаса алмайсың деген жиі айтады, туған туыс, жершілдік, рушылдық дегендей. Енді шыны керек қазаққа қазақтың жаны ашымаса, сырттан келіп бізді біреу көркейтпейді. Солай ғой Нұрлыбек ағай, бұл жерде бір кілтипан бар сияқты қалай десек те. Мен оған енді шын айтқанда өзімді осы елдің кісісімін ғой енді. Жас кезімнен өстім. Негізі жұмыс істейтін деген кісіге жұмыс табылады. Біріншіден мына еңбек кодексінде бар 14-ке толмаған балдарды пайдаланбайды. Біздің заманымызда 14 емес, уже 10 жастан бастап балдар біреу ана неде грабілде, біреу тағы бірдеңеде сөйтіп жұмыс істей бастайды. Біреу ана жерде тоқта жұмыс істейді, басқа жерде жұмыс істейді. Олар ешкімнен кем жұмыс істемейді үлкен кісіден. Сол мына еңбек кодексінде соңғы кезде кішкене солардың бәрін кішкене қосып, мына еңбектің айналасымен еткенде соларды нетіп жіберді. Еңбек кодексінде жас баланы мен өз басымда айтайын. Мен жас кезімде тоқтада істедім, малда бақтым, трактористтің көмекшісі болдым, грузчикте болдым. Істемеген жұмысым жоқ. Арланбадым дейсіз ғой. Любой жұмысты істедім, ақшасын төлесе болдым, мен істедім. Ақшасын төлемеген жұмыста да істедім мен. Маған ол керек болды, практикам. Мен, например, біреу айтады, бұқалтыр көмекті істейді, мен бар бұқалтыр көмектесем. Экономист көмекті істейді, бар экономист. Мен аналардың заттан көмектесіп қында, өзім бірден үйренім. Будущее мен уже руководитель болғанда, жаңағылардың бәрін маған өзіме пайдалы болды. Қазіргі жастарда бұл жоқ деп айтқыңыз келе ме? Жоқ, ол қазіргі жастарда бар. Соны біздерде болса, мына еңбек кодексін пайдаланып, кейбірде жасынан адамды жігерлі істеймін деп тұрған кезде, өсігінде кейбіреулер, ата-аналар 12 жасынан, 14 жасынан балдарды анда-мында ұқсады. Оған мына еңбек кодексі пайдаланып жұмысқа жібермейді, жұмысқа болмайды, бәрін етіледі. Осын вообще жайлап осы вопроста біздің қазаққа қарау керек. Екінші бір мәселе, жаңа мына педагогикамен байланысты айтайын. Мен күнде мына Масин премьер-министр болуға хат жаздым. Мына облыстағы көптегі мекемелерді, республикада көп мекемелерді жабу керек те, бар билікті
қалаға, ауданға соларға қалдыру керек. Себебі қандай педагог керек, қандай маман керек, ол өздері шешсін. Солар дұрыс істемесе, дұрыс істеткісін. Қаланың басшысы или ауданның басшысы. Оны істетілмесе, ол ауданның басшыны, қаланың басшысын убирать ету керек болды. Түсініп отырсыңдар ма? Яғни сонда аудан, облыс, қала. Аудан, қала. Ол облысқа керек. Мына облыстағы көптеген мекемелерді қысқарту керек. Республикада көптеген министрліктер қысқарту керек. Мәселе сосын мына педагогический образование мен сосын жаңағы мына медицинский образование бесплатно, грант бесплатно істеу керек. Болды. Яғни ақылы негізген ақылы оларға жатқызбау керек. Алмау керек. Сол кезде сапа болады. Иә, сапа болады. Осы екі үдісі біреуі адам тәрбиелейді, біреуі адам емдейді. Одан басқа артық керек жоқ. Соны үкімет ала алатын жағдай бар ғой. Соны істесе, олар қазір енді мына педагогикалық мамандыққа ақылы оқуды қойдыру керек. Сол екі салада ақылы оқуды қойдыру керек. Педагогикалық мамандыққа келетін балды, мысалы 75 балға дейін көтерді. Ол дұрыс. Мысалға қазіргі таңда мына биылғы бітірген түлектердің ішінде енді олардың барлығы істеліп, мысалға мына педагогтардың жалақысын көтеріп, олардың сапасын арттырамыз деп әлеуметтік жағдайын жасағаннан кейін мына оқуға қабылданатын талапкерлердің де несі талабы күшею керек қой. 75 балдан төмен алған. Осы балдың өзі бір әсерін тигізген сияқты таза білімді анықтауға қалай ойлайсыз? Соны шектеді. Шектеді 75 бал қылып. Магистратураға да сол, бакалаврға да түсетін 75 бал шектеді. Одан азайып кеткен ештеңе жоқ, ақылыға қайта келіп жатыр. Ол енді 75 балдан жоғары жинап тұрған балаға сен енді ақылыға келмеді. Біздің енді өзіміздің мемлекеттік, қазір енді мемлекетіміз жүргізіп отқан әрбір жоғары оқу орнында академиялық дербестік берді. Әркім өзінің жаңағыдай несімен жұмыс. Айдарбек Ахметұлы, өкінішке орай біздің енді уақытымыз шектеулі. Мен тағы бір маңызды сұрақты сізге қоя кеткім келіп отыр. Жаңа өзіңіз айтып жатсыз ғой, мен Нұрлыбек аға да айтып жатыр. Мына ақысы жөнінде өзіңіз білесіз, мәселен Түркияға жастардың бары қазір шетелге оқуға ағылады. Бірден бір себеп неге деп сұраған кезде, ол жақта магистратураны төмен жаңағыдай ақысы төмен деп жаңа айтады енді бірден бір себебін. Енді есесіне қазір шетелден білім алуға құштар жастардың қатары саны артты, және бір қызығушылығы олар бізге елге келгенде жұмыссыз қалмайды. Яғни бізде шетел университетінің дипломымен оралған жас жоғары бағаланады деген сөз. Неге бұлай? Яғни тұрақты жұмыс табу үшін шетелде оқып келу керек пе? Бұл біздің өзіміздің еңселі оқу орындарымыздың имиджіне, соны бітірген жас түлектерге белгілі бір ынта жігеріне солардың нұқсан келтірмей ме? Қалай ойлайсыз? Келтіреді. Енді болашақ бітіріп келіп жұмыссыз жүргендерді көріп жүрміз ғой. Сондықтан мен айтар едім, сапалы білім алған әрбір адам өзінің мына мен осы саланың маманы боламын деген адам, ол кез келген жерден шығады. Мысалға көріп жүрміз ғой, жаңа шетелден, Түркиядан да бітіріп келгені бар. Мысалға тіпті жасыратын жоқ. Мүйізі қарағайдай Казгуіңді, ЕНУ-іңді бітіріп келіп, осы Оралда жұмыссыз жүргендерді көріп жүрміз. Оның қасында өзіміздің осы университетті бітірген жастардың мұғалім болып қалыптасып, елге қызмет етіп жатқандар қаншама. Мысалға білем, сондықтан кез келген жерде, бұл жерде ана оқу орнының имиджі, мына оқу орнының имиджі емес, әрбір адамның өзінің сол мамандықты қалап түсті ме, соған деген өзінің бүкіл күш-жігерін өзін сол жолға арнады ма, ол маман жерде қалмайды. Ал тек айтуы... Жаңа Нұрлыбек аға келтіреді деп айтып қалды, сіздің де позицияңызды білсек. Мамасы әкесінің қалауымен, немесе айтуыр тек таңдай салған, бара салған болса, ол сол жерде қалады. Дұрыс мамандық таңдауына әкесі мен себепші болады ғой, басқа да. Сосын жаңа жастардың өзінің ынтасы болмай, өзі ынтасына қарап жаңа соны солай әзірлеу керек. Болашақта. Бана айтып отқан педагогика дополнительно алып жатыр деген, оны өте қуанышты жағдай, между прочим. Ал әше болашақта енжарлыққа әкеге сену, шешеге сену, біреудің әлі крышысына сену қою керек. Әр адам өзінің басына. Мына Торайғырттың, мен жас кезімде бір қазақша біздер орысша оқыдық бірінші класстан бастап. Мына бір Торайғырттың кітабын бір сондай бір оқыдым да, анда жақсы болсам өзімнен, жаман болсам өзімнен, біреуім шайтетті деген шығарамын сөзімнен. Керемет. Енді соны жастарды осыны ұраны болу керек дейсіз ғой жастардың. Любой жасқа осыдан бастау керек. Өзіне сену керек. Және өміріндегі кедергілер үшін ешкімді айыптамау керек. Бірінші өзінен іздеу керек проблеманы дейсіз ғой. Жақсы, бір нәрсе сұрап өтейін. Енді жастар сантехник, электрик, мастер сияқты қарапайым жұмысшы мамандықтарын ардың сіз санамай ма? Арланбай ма?
Осы мамандықтарды игеруге ары қарай. Себебі жаңа маған жоғары білім дипломы керек деген сияқты бір психология сіңіп қалған жоқ па? Жоқ, ондай жоқ. Себебі деген біздер жаңа айтып кеткендей жұмысшы мамандықтар даярлаймыз ғой. Жаңада сөзге қосылып айтайын. Енді 22 жылдан 25 жылға дейін президенттің тапсырмасы бойынша қазір кезде 9-шы сыныптан кейінгілерді тегін қамтамасыз ету жүргізіп жатыр. Сол 25 жылға дейін 100%. Сондықтан 9 бітірген түлектерге кәсіптік техникалық білім мамандыққа алуға, соның ішінде жаңа айтқандай сантехник, құрылысшы, газ, электр дәнекерлеуші мамандықтар бойынша тегін кез келген жыл сайын облысымызда 3,5 адамға бөлініп отырады. Биылдан бастап 4,000 адамға дейін бөлініп отыр. Жыл сайын осы 25 жылға дейін бөлінеді. Сол тегін алып шығуға. Сондықтан ешқандай мәселе жоқ бұл жерде. Яғни жастардың мамандық таңдамайды. Ең бастысы жаңағыдай қай салаға да құлшынысы бар дейсіз ғой, Бар. Сізден де бір сауал қоя кеткім келіп тұр. Қазіргі таңда жоғары білімді қанша жас өңірімізде жұмыссыз ретінде тіркеуде тұр? Қазір облысымыз бойынша ресми түрде жұмыспен қамту орталықтарына тіркелген жаңағы жоғарғы дипломы бар 1700-ден астам жаңағыдай жұмыссыз тұр. Бірақ та жұмыссыз тұрған адамдарға бізде қысқа мерзімді кәсіптік оқыту деген бар. Жаңағы жоғарғы білімі болсын, арнаулы білімі болсын, жаңағы оларға арналған жаңағы қысқа мерзімді оқу жаңағыдай тегін түрде оқытылады. Үкімет жаңағыдай оған шәкіртақысын төлейді, жаңағы оқуын төлейді. Бұл енді қысқа мерзімді оқу қандай дегенде жаңағы жұмысшы мамандықтары. Ол сұранысқа ие. Жаңағыдай қазіргі уақытта күні бүгінге 146 адам жолданды. Енді олардың барлығы жұмыс берушінің ережеге өзгеріс енгізілді. Жұмыс берушінің жаңағы сұранысына бойынша. Сол сұраныс бойынша жаңағыдай оқытылады оқу орындарында. Жұмыс берушінің жаңағы яғни біздер қазіргі таңда жұмыстан жатырмыз дейсіз ғой. Содан кейін барып сол жұмыс беруші жұмысқа алады. Сондықтан осы қанша адам оқыды, соншамасы 100% жұмысқа орналасады. Енді өз пікірімді айтып кететін болсам, техник жаңағы жұмысшы мамандықтар бойынша қазір жастардың жаңағы көбісі түсініп келе жатыр. Жаңағы жалақысы жоғары екен, жаңағы өміршеңдік екен. Түсінікті. Енді қымбатты спикерлар, біздің уақытымыз өкінішке орай шектеулі және өз мәресіне таяп қалған сияқты. Енді сөзіміздің тоғытерін айта кетсек, жастарға қалай дұрыс мамандық, өмірдегі дұрыс жолын таңдауға көмектесе аламыз. Бір сөйлеммен. Айдарбек Ахметұлы. Енді нарықтық жағдайда қандай мамандықтарға сұраныс бар? Және адамның өзінің ішкі жан қалауы не? Соған қандай бағытта солай бару керек. Нұрлыбек аға, қысқадан нұсқа. Мына қазіргі жағдайда телевизорда жақсы сол мамандығы бойынша жақсы жұмыс істеп жүрген жаңағы сапожник болсын, токарь болсын, слесарь болсын, басқа да бұрынғы совет үкіметі кезінде болды ғой. Соларды жайлап телевизорға шығарып елге көрсете беру. Сол арқылы насихаттау. Әншілерден көрісі. Бізде де әншімен той ғой. Соны көрсету керек. Ағамыз айтып кеткендей, жаңағыдай ол отбасынан, сол отбасымен білім саласы бірлесіп әрқашан жұмыстанады. Бірлікте. Ол жүйелі түрде жұмысталып жатыр. Соның нәтижесі болады деймін сол арқылы. Әр адам өзінің ішкі жан дүниесі қандай мамандықты қалайды, сол мамандыққа ұнаған мамандығына барып оқу керек. Міне сонда нәтиже болады. Жақсы, қымбатты спикерлер, алтын уақыттарыңызды бөліп, бүгін біздің тікелей эфирге қатысқандарыңызға алғыс білдіреміз. Қымбатты көрермен, өкінішке орай бізге берілген уақыт шектеулі. Бүгін қозғалған тақырып қоғамды, көпшілік ата-ана мен жастарды сергелдеңге салған мәселелердің бірі. Жасыратыны жоқ, қазіргі көптеген жастың жұмыссыздықтан түрлі жағдайға тап болып, адасуы, теріс ағымға арбалуы, тура жолдан тайып бара жатқаны осы мәселені одан әрі қоюлатып тұр, ойланатын жағдай. Ал бүгінге осы эфирде көріскенше аман сау болайық.